Мемлекеттік және жеке сот орындаушылармен өткен жылы аймақта жалпы құны 4,5 миллиард теңгеге жуық қаржы өндірілген. Соның ішінде басым бөлігі алимент санатындағы өндірістерді құрайды. Сот актілерін орындау саласында атқарылған осы және өзге де жұмыстар облыстық әділет департаментінің халық алдындағы есебінде айтылды. Айыппұл арқалаған борышкерлер заңнан қашып құтыла алмайды. Бұл әсіресе баласына қамқорлық көрсетіп, алимент төлемей жүрген әкелерге қатысты. Жалпы былтыр сот орындаушылармен 10 мыңнан аса іс өндірілген. Сондай-ақ облыста жұмыссыз жүрген борышкерлерді жұмыспен қамтып, айыппұл өндіру мақсатында 3 рет бос жұмыстарының жәрмеңке ұйымдастырылды. Нәтижесінде 171 адам жұмысқа орналасып, 185 миллион теңгеден астам берешегі өндірілді. Сондай-ақ алименттен жалтарып жүрген 344 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылса, 140 борышкердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, әділет департаменті осы жұмыстарды жүйелі жалғастыру үшін жеке сот орындаушыларының қатарын көбейтуді қолға алып отыр. Жеке меншік сот орындаушылардың институтын одан әрі дамыту, сот орындаушылардың мемлекеттік қызметін біртіндеп қысқарту мақсатында 17 мемлекеттік сот орындаушылардың штаттары қысқартылды. Сонымен бір мезетте 15 мың атқарушылық іс жүргізушілердің ішінде осы 2017 жылдың жылы көлемінде 10.700 атқарушылық өндіріс аяқталды. Яғни 68%. Қазір қалдықта бізде 4,5 мың іс қалып тұр, барлығы алимент өндіру санатында. Енді бұл атқарушылық іс жүргізулерде жеке сот орындаушыларының орындауына жататын болғандықтан, қазір өндіріп алушылардың арасында кең ауқымда түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр.